Фильм 2013 жылы басталады. Адамзат сыртқа шыққан кез келген адамды түсініксіз түрде өлтіретін қауіпті вирустың кесірінен жойылып кету қаупіне тап болады. Бұл жер бетінде аман қалған адамдардың көпшілігін үйлерінің ішіне қамалып отыруға мәжбүр етеді. Өйткені көшеге шығу вирус жұқтырып, міндетті түрде өлімге әкелетінін бәрі біледі. Одан кейін біз энергетикалық компанияда жұмыс істейтін бағдарламашы Маркпен танысамыз. Ол компанияның қауіпсіздік және техникалық қызмет көрсету жүйелеріне жауап береді. Марктың вирус өршіген кезде жұмыс орнында болғандықтан 3 ай бойы бірнеше әріптесімен бірге сол ғимаратта қамалып қалғанын білеміз. Олардың ешқайсысы сыртқа шыға алмайды. Азық-түлік пен судың азаюына байланысты қызметкерлер бірігіп, метро станциясына жалғасатын жерасты туннелін қазуға шешім қабылдайды. Метроға жеткеннен кейін олар сырттағы вирусқа ұшырамай, қала ішінде жүріп, тамақ пен су іздей алады. Жұмыстағы жағдайды бақылап жүрген Марк гараждағы көлігінің бұзылып ашылғанын және қаладағы кез келген орынды дәл анықтай алатын гипс құрылғысының жоғалғанын байқайды. Ол қатты ашуланады, өйткені вирустың таралуы кезінде жоғалып кеткен әйелі Джулияны табу үшін сол гипсті пайдалануды жоспарлаған еді. Марк әріптестеріне туннель қазуға көмектеседі. Ақыры олар метро станциясына жол ашады. Келесі күні қызметкерлер өздерімен бірге қосымша азық алып, туннельге кіруге дайындалады. Кездейсоқ Марк оның көлігінен гипсті ұрлаған адамның бастығы Энрике екенін байқайды. Марк Энрикеден гипсті қайтаруды талап етеді, өйткені ол үйіне жетіп, індет басталғалы бері хабарласа алмаған Джулияны іздеудің жалғыз жолы еді. Энрике гипсті беруден бас тартып, оны қалалық ауруханаға барып, әкесін тексеру үшін қажет екенін айтады. Оқиға індетке дейінгі уақытқа ауысады. Энрике кеңсесінде Маркпен сөйлесіп, компания желісін хакерлік шабуылдардан қорғайтын жаңа қауіпсіздік жүйесін жасауды талап етеді. Егер ол 2 күннің ішінде аяқталмаса, Маркты жұмыстан шығарып, орнына басқа адам алатынын айтып қорқытады. Маркқа жұмыс керек болғандықтан және жұмыстан айырылып қалудан қорыққандықтан, ол түні бойы жұмыс істеуге мәжбүр болады. Әйелі Джулия оған қоңырау шалып, үйге қашан келетінін сұрайды. Марк 2 сағаттан кейін келуге уәде береді, бірақ кенеттен компьютері істен шығып, одан да ұзақ уақыт қалуға тура келеді. 3 сағаттан кейін ол ақыры үйге шаршап келеді, Джулиядан кешіккен үшін кешірім сұрайды. Джулия ренжімегенін көрсету үшін әзілдеуге тырысып, бала сүйгісі келетінін айтады. Марк олардың мұндай қадамға әлі дайын емес екенін, өмірлері тұрақсыз екенін және бала асырауға жағдайлары жетпейтінін айтады. Кейін теледидар қарап отырғанда, жаңалық жүргізушісі 6 ай бойы үйден шығуға қорқып отырған жас баланың өзіне қол жұмсағанын хабарлайды. Хабарда баланың сыртқа шыққан сәтінде оған бір түрлі нәрсе болып, қан кетуден қайтыс болғаны айтылады. Келесі күні жұмыста Марк пен әріптестері жаңалық көреді. Жүргізуші адамдардың үйлерінен шығудан бас тартып, сыртқа шықса, оларға бір нәрсе болады деп қорқатын түсініксіз құбылыс туралы айтады. Ривера есімді әріптес мұны естігенде қатты мазасызданып кетеді, және оның бір нәрсені жасырып жүргені анық байқалады. Марк әріптестерінің Ривераның 3 ай бойы жуынбағанын және басшылықтан жасырып, кеңседе ұйықтап жүргенін сыбырлап айтқанын естиді. Оқиға қазіргі уақытқа оралады. Марк ұрланған гипс туралы Энрикемен келісуге тырысады. Энрике оны беруден бас тартқанда, Марк тамағын беріп, орнына пәтеріне жетіп, індеттен бері көрмеген Джулияны табуға көмектесуін сұрайды. Алғашында Энрике келіскісі келмейді, бірақ Марк өзгелерге оның қолында гипсі бар екенін айтып қоймау үшін келіседі. Егер қалғандары гипс барын білсе, бәрі оған жабылып, оны тартып алып, өз үйлерін іздеуге тырысар еді. Марк әріптестерімен қоштасып, Энрикемен бірге метро туннеліне кіреді. Олар картаны қарап, Марктың пәтеріне апаратын ең жақын бағытты анықтайды. Жолда келе жатқанда туннелден оқ дауыстары жаңғырып естіледі. Олар тез арада қауіпсіздік үшін ең жақын станцияға қарай жүгіреді. Сол жерде вирусқа қатты қорқып, сыртқа шықса өлетінін білетін көптеген адамның станция ішінде тұрып жатқанын көреді. Кенет бір бала Энрикенің гипс салынған сөмкесін жұлып алып қашады. Олар баланың артынан қуады, бірақ оның сөмкені адамдардың тамағы мен заттарын тартып алатын бандаға беріп жатқанын көреді. Банда басшысы адамдарына Марк пен Энрикені тінтіп, барлық тамағын алуды бұйырады. Кенет станциядағы жарық сөніп қалады. Энрике банда басшысына тап беріп, оның қаруын тартып алуға тырысады, ал Марк гипсті қайтару үшін балаға ұмтылады. Гипс жерге түсіп, экраны жарылып кетеді. Марк оны алып, банданың оқтарынан жасырынуға тырысады. Энрике банда басшысын өлтіреді де, Марк екеуі станциядан қашып, бандадан аман құтылады. Марк жарылған гипс әлі де жұмыс істейтінін тексергеннен кейін, жолдарын жалғастыру үшін оны Энрикеге береді. Марк өткенді еске алады. Қауіпсіздік қызметкерлері Ривераның 3 ай бойы кеңседе тұрып, сырттағы вирустан қорқып жүргенін білгеннен кейін оны ғимараттан шығаруға тырысады. Ривера қатты қарсылық көрсетсе де, күзетшілер оны күштеп ғимараттан шығарады. Сол сәтте вирус оған әсер етіп, ол қатты құрысып қайтыс болады. Марк сыртқа бір сәт шығып, оның өлгенін көреді де, ауа арқылы таралатын вирустың біртіндеп бүкіл адамзатты жұқтырып жатқанын түсінеді. Жұқтырған кез келген адам енді ешқашан сыртқа шыға алмайды.
Сол түні ол үйге оралып, Джулияға болған жағдайды айтып береді. Вирустың ауа арқылы тез таралып жатқанын түсіндіреді. Көп ұзамай әлемдегі адамдардың барлығы жұқтырып, сыртқа шыға алмайтын болады. Қазіргі уақытта Марк пен Энрике метро туннелі арқылы Марктың үйіне қарай жүріп келеді. Марк қалада азық-түліктің өте тапшы екенін және адамдардың тамақ үшін бір-бірін өлтіріп жатқанын айтады. Энрике өзімен бірге сақтап жүрген бір дорба тұқымды көрсетіп, үйіне жеткенде оларды егіп, тамақ іздеп сыртқа шығудың қажеті болмайтынын айтады. Біраз уақыттан кейін олар гипотеза арқылы Марктың ғимаратына апаратын кәріз туннелін табады. Олар туннелге кіріп, қабырғаға газ баллонын қояды да, оны мылтықпен атып жарып, қабырғадан тесік ашады. Осылайша көшеге шықпай-ақ ғимаратқа кіреді. Олар тесіктен өтіп, Марк тұратын ғимаратқа кіреді. Пәтеріне жеткен кезде есіктің құлпы бұзылғанын байқап, ішінде біреудің жүргенін көреді. Олар ішке кіргенде сол жерде ер адам мен оның отбасы тұрып жатқанын көреді. Ер адам оларды тамақ ұрлауға келген қарақшылар деп ойлап, пышақпен қорқытады. Марк оны тыныштандыруға тырысып, Джулия туралы сұрайды. Оның жоқ екенін байқайды. Марк ер адамның араб екенін және ағылшын тілін түсінбейтінін білгенде таңғалады. Ер адамның ағылшын тілін білетін жалғыз адамы кішкентай қызы. Ол індет күшейген кезде осы ғимаратта болғандарын және сыртқа шықса өлетіндіктен құлыпты бұзып, осы пәтерде тұруға мәжбүр болғандарын түсіндіреді. Марк оларға Джулияның суретін көрсетіп, көрген-көрмегендерін сұрайды. Қыз оны көрмегендерін, олар келген кезде пәтердің бос болғанын айтады. Марк Джулияның бөлмесінен оның қайда кеткенін көрсететін белгі іздейді. Ол ультрадыбыстық зерттеудің суретін көріп, қатты таңғалады. Джулияның жүкті болғанын және Марк бала қаламағандықтан оны одан жасырғанын түсінеді. Ол өткенді қайта еске алады. Екеуі теледидар қарап отырғанда премьер-министр вирустың бүкіл әлемге таралғанын және бір айдың ішінде қайтыс болғандар саны 50 миллионнан асқанын хабарлайды. Марк осындай жағдайда жүкті әйелдердің босанатынын ойлап қатты мазасызданып, қазір бала сүю үшін өте қорқынышты уақыт екенін және балалар осындай қараңғы әлемде азап шекпеу үшін жүкті әйелдер түсік жасатуы керек екенін айтады. Джулия оның сөздеріне қатты қиналады, өйткені өзі жүкті еді және Маркқа тосынсый жасауды жоспарлаған болатын. Оның айтқан сөздерінен кейін жүктілігін жасыруға шешім қабылдайды және Маркты жай ғана бала қаламайтындықтан сылтау айтып отыр деп айыптайды. Марк өз ойын түсіндіруге тырысады, бірақ Джулия оны тыңдамай, жуынатын бөлмеге кіріп, есікті жауып алады. Марк әдеттегідей жұмысқа кетеді. Кейін Джулияға қоңырау шалады, бірақ оның құрбысы Андреа телефонды көтеріп, Джулияның ауырып жатқанын және сөйлескісі келмейтінін айтады. Біраз ойланғаннан кейін Марк оны тексеру үшін үйге баруға шешім қабылдайды. Бірақ компания ғимаратының есігінен сыртқа шыққан сәтте оның денесі құрысып, тынысы тарылып кетеді. Ол дереу ішке қайта кіреді де, өзінің де вирус жұқтырғанын және енді ешқашан сыртқа шыға алмайтынын түсінеді. Содан бері ол Джулиямен байланыса алмайды. Бұл оны соңғы рет көрген сәті еді. Қазіргі уақытқа қайта оралғанда Марк пәтерінде отырып, Джулияның жүкті екенін және оның қайда екенін білмейтінін ойлап қатты қайғырады. Кенет жаңбыр жауа бастайды. Марк пен Энрике брезент алып, мүмкіндігінше көп жаңбыр суын жинап алады. Сол түні Марк бөтелкелерді сумен толтырады, ал Энрике қорғану үшін ағаш найзалар жасайды. Олар қайтадан кәріз туннеліне түседі. Марк Джулия бұрын дүкенде жұмыс істеген сауда орталығында болуы мүмкін деп болжайды. Ол Энрикеден гипотеза арқылы сауда орталығын тауып, сол жаққа баруды сұрайды. Энрике олардың келісімі тек Марктың пәтеріне бару екенін еске салып, бас тартады. Ол Джулияның жүкті болғандықтан, мұндай жағдайда тірі қалуы мүмкін емес екенін және әлдеқашан қайтыс болған болуы ықтимал екенін айтады. Ашуға булыққан Марк Энрикемен төбелесіп, абайсызда оның қолшамын сындырып алады. Энрике ары қарай төбелесуден бас тартып, ауруханада жатқан әкесін тексергісі келетінін айтады. Індет басталғалы бері одан еш хабар алмаған. Ол Маркқа алдымен ауруханаға жетуге көмектессе, кейін Джулияны сауда орталығынан іздеу үшін гепатитті беруге келіседі. Марк амалсыз келіседі де, екеуі ауруханаға қарай бет алады. Жолда олар жоғарыға шіркеуге шығатын баспалдақ табады. Тамақ іздеп жүріп, оттықпен бір бөтелке шарап табады. Олар от жағып, таң атқанша сонда демалып, ұйықтауға шешім қабылдайды. Кенет бір түрлі дыбыс естіліп, оларға аю жақындайды да, Энрикеге шабуыл жасайды. Марк аюдың назарын өзіне аударып, оны өзіне қарай тартады да, найзасымен өлтіреді. Содан кейін олар тамақтанып отырып әңгімелеседі. Марк Джулияны қатты сағынатынын және оны тауып, жасаған барлық ісі үшін кешірім сұрағысы келетінін мойындайды. Келесі күні олар қайтадан туннелге түсіп, ауруханаға қарай жол тартады. Жолда ауруханадан қайтып келе жатқан 4 адамды кездестіреді. Олар аурухана ғимараты толығымен өртеніп кеткенін айтады. Энрике мұның рас өтірігін тексеру үшін ең жақын ғимаратқа қарай жүгіреді. Шатырдан қараған кезде аурухананың шынымен өртеніп, қирағанын көреді. Бұл оның әкесінің қайтыс болғанын білдіреді. Әкесі оның өміріндегі ең жақын адам болғандықтан Энрике қатты күйзеледі.
Есінен айырылғандай күйге түскен ол әйнекті сындырып, өзіне қол жұмсамақ болады. Марк соңғы сәтте оны құтқарып қалады да, бұл ойынан бас тартуға көндіруге тырысады. Бірақ Энрике өмірін аяқтауға бел буған. Ол Марктан өзін жалғыз қалдырып, Джулияны іздеуге кетуін сұрайды және тұқым салынған дорбаны оған беріп, оларды егіп, пайдалануын айтады. Марк онымен қоштасып, ақырында сауда орталығына жетеді. Джулия жұмыс істеген дүкенге кіргенде, дүкен иесінің өлі жатқанын көріп қатты шошиды. Ол айнадан Джулия қалдырған хабарламаны көреді. Онда оның супермаркетке кеткені және 1 сағаттан кейін қайтып келетіні жазылған. Марк оны табу үшін супермаркетке асығады, бірақ ол жердің қораптармен қоршалғанын және адамдардың азық-түлікті ұрлатпау үшін күзетіп тұрғанын көреді. Марк оларға Джулияның суретін көрсетіп, тек оны іздеп жүргенін және тамақ ұрлағысы келмейтінін түсіндіреді. Кенет бір топ жас жігіт тамақ ұрлау үшін күзетшілерге шабуыл жасайды. Марк осы әбігерді пайдаланып ішке кіріп кетеді. Ол Джулияның құрбысы Андреяны көреді. Андрея Джулияның гинекологиялық клиникада екенін айтады. Ол Маркпен бірге барып, жолды көрсетеді. Өкінішке қарай, кенет өрт шығып, Андреяны құлаған заттар басып қалып, ол қайтыс болады. Марк қирап жатқан сауда орталығынан тезірек шығуға тырысады, бірақ оны пышақпен өлтірмек болған жас бала шабуылдайды. Кенет оның досы Энрике пайда болады. Ол өзіне қол жұмсау туралы ойын өзгертіп, Маркты соңғы сәтте құтқарады және Джулияны табуға көмектесуге келеді. Бала Энрикеге шабуыл жасап, оның ішіне пышақ соғады. Энрике баланы жерге құлатады, бірақ оның жай ғана бала екенін айтып, өлтіруден бас тартады. Энрике Маркқа сауда орталығы үстілеріне құламай тұрғанда дереу шығу керектігін айтады. Олар кәріз туннеліне қайта түсіп, Джулия жатқан клиникаға апаратын жолды жанталаса іздейді. Кездейсоқ олар үлкен тесік тауып ішіне кіреді. Сөйтіп клиниканың дәл қарсы бетіндегі ғимаратқа шығады. Өкінішке қарай, клиникаға жетудің жалғыз жолы көшені кесіп өту. Ал бұл сыртқа шығуды білдіреді. Вирус сыртқа шыққан кез келген адамды өлтіретіндіктен, мұны жасау мүмкін емеске жақын еді. Марк жоғарғы қабатқа көтеріліп, қарсыдағы клиникаға қарайды. Бақытына қарай, ол Джулияны көреді. Марк Джулия естігенше оны дауыстап шақыра береді. Осылайша оның нақты қай жерде екенін анықтайды. Ол Джулияны тапқанын айту үшін бірінші қабатқа Энрикеге қарай асығады, бірақ Энрикенің баланың пышақ жарақатынан қатты қансырап жатқанын көреді. Өкінішке қарай, Энрике қайтыс болады. Марк Джулияға жету үшін көшені кесіп өтуге шешім қабылдайды. Ол ғимараттан сыртқа шыққан сәтте вирус денесіне әсер етеді. Оның денесі қатты құрысып, көп қан кетеді, бірақ ол соған қарамастан алға жүріп, ақыры Джулияға жетеді. Ғажайып түрде Марк өлмейді. Біраз уақыттан кейін Джулия ұл бала дүниеге әкеліп, оның атын Джек қояды. Олар сол ғимаратта өмір сүруді жалғастырады. Джек өскен сайын көшеге сыртқа шыға алатыны және вирус оған әсер етпейтіні белгілі болады. Ол дүниеге келген қоршаған орта жағдайлары оның ағзасында вирусқа қарсы иммунитет қалыптастырған еді. 7 жылдан кейін олар таң қалады.